Қайырлы күн достар, сіздермен Ақбота. Бүгін сіздермен қаймақ қосылған ет дайындайтын боламыз. Ол үшін етімізді алдын ала жуып алдым, жуып сүрттім. Және етімізді ұзыншақ етіп турап алатын боламыз. Табамызға етімізді саламыз, үстіне суымызды құйып, бетін жауып қоямыз. Ол қайнағаннан кейін үстіне татымын келтіріп тұз саламыз. Менің етім тұздалған. Кішкене ғана тұз салдым, ашты болып кетпесін деп. Бетін жауып, астын басып, піскенше қайнататын боламыз. Примерно етім менің 40 минутта пісті. Осылай бетін жауып қоямыз. Оға дейін біз гарнирін дайындайтын боламыз. Картопты және пиязды, чеснокты мен сырттарын тазалап алдым. Және оларды жақсылап жуып аламыз. Картопты 4-ке бөлетін боламын. Картопты 4-ке бөлдім. Және қазанға барлығын салып, үстіне бір зубчик чеснокты 2-ке бөліп, және тұзымызды салып, чайникта қайнап тұрған суды үстінен құйып, піскенше картопты қайнатып алатын боламын. Және қалған пиязды ортасынан бөліп, полукольца қылып, жартылай осылай торап шығатын боламын. Және тағы да 2 зубчик чеснокты 4 бұрышты етіп, осылай майдалап торап қойдым. Біздің картопымыз дайын болды. Піскен картопты мен сүзіп алдым. Басқа ыдысқа сүзіп алып, мен қолдың майын пайдаландым және сүт пайдаланатын боламын. Өзі қайнаған суды құйсаңыздар да болады. Маған сүтпен дәмдірек ұнайды, сол үшін сүт құямын. Картопымызды жақсылап пюре қыламыз, осылай пюре етіп аламыз. Езіп шығамыз, жақсылап бір қалыпты етіп, одан соң үстіне сүтімізді құямыз. Біздің пюреміз дайын болды. Біркелкі және өте дәмді болып шықты. Міне біздің етіміздің суы тартылды. Суы полностью тартылған соң үстіне күнбағыс майын құямыз. Оның үстіне жаңағы дайындап қойған пиязымыз бен чесногымызды салып, жақсылап араластырып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. 5-7 минуттай. Жақсылап қуырылған пиязымыз бен етіміздің үстіне қаймақ саламыз және тағы да жақсылап араластырып, астын сөндіріп қоятын боламыз. Сонымен біздің қаймақ қосылған етіміз дайын болады. Өте дәмді, етіміз жұмсақ болып шықты. Пюреміз де дайын. Менің каналымда тағы өте көп рецепттер болады, тағы да дәмді. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көруге сіздерге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.